Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, құрметті YouTube арнасының көрермендері. Қалдарыңыз қалай? Қазақ ет арнасының көрермендері. Алжандарыңыз тегіс аман есен бе? Мінекей, Алланың қалауымен осындай патсостар алдық. Жастары 12 айлық, 10 айлық, 11 айлықтар. Аллаға шүкір, полторашкалардан кем емес, артық түспесе. Енді Алла нәсіп етсе осылай бос бордақлайын ба деп отырмын. Міне осындай астаулардан осылай сваркалап, осындай астау жасадық. 200 литрлік бөшкелерден, былтырғы бұқалардан қалған бөшкелер ғой. Өйстіп ванныйға суын құйып қойдық. Аллаға шүкір, шөптерін жеп, жемдерін жеп жатыр. Міне қараңыздар, көріңіздер. Қандай да бір қателіктер кететін болса, айтып, түзетіп отырыңыздар. Енді комментарияда видеоны қызықсыз түсіресің. Енді сол кісіге айтарым, қалай қызықты қылып түсіреді, және де қандай сөздер айту керек. Ауыздан шыққан сөз құлаққа жетеді демекші, шамамыз келгенше айтып жатырық. Енді бұдан басқа қалай түсіремін. Және де комментарияда видеоны жалғастыр, ары қаратай қызықты болады деген көрермендерге рахмет. Қолдап жатқандарыңызға шама келгенше, шама шарқымыз жеткенше видеоны түсіріп жатырмыз. Енді осы жерге осы 8 бұқаны қойдық. Басқа бұқа қоспайтын боламыз. 8-і тұратын болады. Міне тамашалай кетіңіздер. Енді айтарым, енді көбісі ивермек егіп жатады. Енді білмей тұрмын, қандай ивермек, сосын тағы да бір деме бар. Соны еккен дұрыс па, жоқ әлде қандай витаминдар еккен дұрыс, соны комментарияға жаза кетсеңіздер. Алла нәсіп етсе, ертең егетін боламын. Соны айта кетіңіздер. Қандай витамин еккен дұрыс, ивермектен бөлек. Так, міне осы кішігірім видео. Бағалап комментарияға жаза кетіңіздер. Енді бұл бұқалары Алла амандығын берсе, 4 ай, 5 ай көлемінде ордақыда тұратын болады. Осыны тамашалаңыздар, көріңіздер. Бұйыртса видеолар шығып отыратын болады. Міне барлығын бойлары бірдей. Әрі кетсе бір 2 см, 1 см-ге ұзындары бар араларында. Міне. Комментарий жазыңыздар, лүпіл басыңыздар, подписаться етіліңіздер, каналға тіркеліп, видеоны таратып жіберіңіздер, қолдаңыздар. Бойлары ұзын, полторашкалардың бойларындай. Қорадағы тұрған қызыл полторашкадан үлкен барлығы. Барлығы үлкен деп айта беруге болады. Міне ең кішіректе осы қызыл ала шығар, қалғандары барлықтары жуан және үлкен. Атты қораға алдық. Алла қаласа сыртқа бір кішігірім ат тұратын қора сияқты бірдеме істейтін боламыз. Өйткені бұл жерден алып тастадық. Енді осы жер салқын, жем жеулеріне де бәріне жақсы. Жемді жақсы жеп жатыр. Әр қайсысына қазір 500 немесе 800 грамдай жем бердім. Енді каждыйы толық 800 грамм жем жеп тұр ғой қазіргі күнге.
келгендеріне, бұл бұқалардың келгендеріне 3 күн болды. 800 грамм жем жеп тұр. Бұйыртса осы 800 граммды 10 күн ұстайтын боламыз. 10 күннен кейін килограмм, каждыйына килограмм. Килограммды да 10 күн ұстайтын боламыз. Сосын 2 килограмм. Бір айдың ішінде толық бұл бұқалар 4 немесе 3,5 килограмм одан артық жейтіндей қып рационын бөліп, одан кейін келесі айда уже толық бір ай өткеннен кейін Алла нәсіп етсе жемді алына толтырып тастаймыз. Астаудың бәрін толтырып, жегендері жейді, жемегендері жатады деп алады. Енді бордақы мал болғандықтан алдарында жем тұрған өзім дұрыс деп ойлаймын. Неғұрлым жемді көбірек жесе, соғұрлым мал семіреді. Енді режим және андай айтады ғой, көп каналдарда 2 ай осындайдан беру керек. Енді қызыл бұқа соған эксперимент болған болатын. Қызыл бұқаға әлі 1,5 ай болған жоқ. Осы айдың аяғында 1,5 ай болады, Алла нәсіп етсе. Енді көріп жатырық. Көп каналдарда айтады ғой, жемді көп жесе бұқаның книжкасы бітеліп қалады дейді. Жоқ, бітелмейді екен. Организм жұмыс істеп тұрса, оны қортады екен. Және де осындай житняк қой, мен биыл алғаным. Грубый корм ғой, житняк деген енді. Әжептәуір. Былтырғы шөптей жұмсақ емес, грубый корм. Бүкіл желудығын бәрін тазалап өтеді. Желудық книжка бітелмейді. Енді бұл бұзаулар, далада кең жайылған бұзаулар, бұлардың желудықтарында пакет жоқ деп ойлаймын. Өйткені былтыр бір бұқадан пакет шығып, іші үрле беретін. Қызыл бұқа Аллаға шүкір 5 килограмм жеп тұр. Іші үрілген емес. 5 килограмға толық тұрды, тауысады. Таңертең салып кешке дейін тауысады. Сондықтан бұл бұқаларға уверенно астауларын толтырып қойса болады. Өзіне керегін алады екен. Міне тоқал бұқа. Астауды смело толтырып қоя беруге болады. О жағын сіздер саспаңыздар. Ана қызыл бұқаны сол үшін эксперимент жасадым. Қалай жем жейді, қалай бәрі болатын. Сондықтан Алла нәсіп етсе астауларын толтырып қоятын боламыз. Бұл бұқалар енді патсос болғандықтан, күйі жақсы кіргендіктен бұл бұқаларға толық 4 ай немесе 3 ай жетеді деп отырық. Алла нәсіп етсе көреміз енді. Бірге тамашалаңыздар. Алла қаласа алда әлі талай видеолар болады осы бұқалармен. Енді Алла нәсіп етсе 10 бұқа алу керекпіз. 10 бұқа Алла нәсіп етсе енді 10. Енді патсос емес, енді чисто полторашкалар алам. 10. Алла қаласа оларды қораға байлайтын боламыз. Сонымен толық 22-21 бас кіргіземіз. Рахмет, видеоны көріп жатқан көрермендерге. Істеріңізге Алла береке берсін. Бордақымен айналып жатқан адаматтарға бордақылары семіріп, табысты бола берсін. Каналға тіркеліп лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Келесі видеода көріскенше күн жақсы.